Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мен дәрігер акушер-гинеколог Жанар Ержан. Бүгінгі видеода мен сіздерге баласын омыраудан шығарып жүрген келіншектердің ең жиі жасайтын үлкен қателерін айтатын боламын. Сіз ешқашан бұл қателерді жасамаңыз. Сол кезде сіздің баланы омыраудан шығару процесіңіз жеңіл және жұмсақ өтетін болады. Сонымен баласын омыраудан шығарып жүрген әйелдердің ең бірінші жасайтын үлкен қатесі ол баланы омыраудан шығару барысында атасының үйіне, әжесінің үйіне апарып тастау, немесе ауылға апарып тастау. Яғни біздің әйелдер ойлайды, егер бала мені көрмесе, демек тез және жеңіл шығып кетеді деп. Иә, бала сізді көрмесе, омырау қасында болмаса омыраудан шығады, бірақ бұл бала үшін үлкен стресс болады. Неге десеңіздер, бала омыраудан шығып жатқан кезде ол психологиялық тұрғыда горевание деген процесстен өтеді. Қазақ тіліне аударатын болсақ, ол қайғыру. Жалпы бұл процесстен кез келген бір затты немесе бір адамды жоғалтқан адамдар өтеді. Яғни бәріміз сол қайғыру процесінен өтеміз. Бірақ қаншалықты ол сізге ауыр болады немесе жеңіл болады, ол сол біздің жоғалтып алған затымыздың құндылығына байланысты. Ал омырау бала үшін өте құнды нәрсе болып табылады. Өйткені бала мына жарық дүниеге келгеннен бері сол омырау арқылы тамақтанды, сол арқылы анасының махаббатын сезінді, сол арқылы ол босаңсыды. Яғни бала үшін омырау өте құнды. Сондықтан бала омыраудан шығарып жатқан кезде үлкен стресстен өтеді. Яғни осы қайғыру процесстен өтеді. Енді ойлаңыз, сондай үлкен қиын процесстен өтіп жатқан кезде плюс анасы жоқ болып кетті. Қасында қанша уақыттан бері қасында жүрген анасы жоқ, ол балаға қосымша стресс болады. Сондықтан қыздар, егер де сіз баланы омыраудан шығарып жатсаңыз, ешқашан баланы біреудің үйіне апарып тастамаңыз. Керісінше балаға әдеттегіден көбірек көңіл бөліңіз, максималды түрде өз махаббатыңызды көрсетуге тырысыңыз. Сол кезде бұл процесстен өту ана үшін де бала үшін де жеңілірек болады. Екінші ең жиі жасалатын үлкен қате ол баланы омыраудан шығарып жатқан кезде омыраудың ұшына бұрыш, зеленка, йод жағып қою. Бұл үлкен қате, бұны жасауға болмайды. Бұндай келіншектерге қате деп айтып жатсаң, жоқ, мен анам солай жасаған, әжем солай жасаған деп жатады, немесе мен бірінші баламды солай шығарғанмын дейді. Иә, әрине бала оны емген кезде, аузына ащы бірдеңе тиген кезде әрине ол омырауды алмауы мүмкін, бірақ бұл заттарды қолданбай яқта өте физиологиялық тұрғыда жұмсақ және жеңіл шығаруға болады. Әрине біздің анамыз, әжелеріміз бұл техниканы қолданды. Неге? Өйткені оларда басқа білім болған жоқ. Қазір 21 ғасырда бізде білім де бар, интернет те бар, барлық ақпарат қолжетімді. Сондықтан бұл бұрышты, зеленканы, йодты қолданбай ақ та жұмсақ, жеңіл баланы омыраудан шығаруға болады. Келесі ең үлкен жасалатын қателік ол баланы омыраудан шығару барысын тез аяқтап тастау. Яғни бір күнде сразу баланы омыраудан шығарып жібергісі келеді. Бұл үлкен қате. Неге? Өйткені егер де сіз солай жасайтын болсаңыз, онда мастит, лактостаз, омырауда сүт қатып қалу, комочектардың болу, сондай проблемалардың қаупі жоғары болады. Неге? Өйткені ойлаңызшы, сіз баланы 1 жыл, 2 жыл бойы емізесіз, ал омырауыңыз күнделікті сол сүтті шығаруды үйренген. Енді сіз баланы омыраумен емізбейді екен деп шешім қабылдады деп ол омырау тоқтап қалмайды ғой. Иә, әрине ол омырау сүтті азайтады, бірақ ол өте постепенно болу керек. Сондықтан, егер де сіз баланы омыраудан жұмсақ, жеңіл шығарғыңыз келсе, бұл нәрсе сіз үшін постепенно болу керек. Яғни степ бай степ, асықпай 1-2 аптаға созсаңыз, сол кезде баланы омыраудан шығару өте жеңіл болады. Баласын омыраудан шығарып жатқан келіншектердің жасайтын келесі қатесі ол түнде баланы мысалға емізетін уақытта сүт беріп, айран, компот, чай беріп үйрету. Бұл да үлкен қателіктердің бірі. Неге? Өйткені омыраудың орнына сіз балаға айран беріп үйретесіз, яғни ол да әдетке айналады. Сондықтан бала енді алдағы уақытта омырау сұрау үшін емес, айран сұрау үшін оянатын болады. Сондықтан бұл жерде ол бәрібір әдет болғандықтан бұл выход емес. Баласын омыраудан шығарайын деп жатқан келіншектерге дәрігер-гинеколог ретінде мен мынандай кеңес берер едім. Ең бірінші, сіз баланы күтіп үйрету керексіз. Неге? Өйткені мысал ретінде сіз омыраудан шығаруды күндізгі уақыттан бастайтын болсаңыз, бала омыраудан шығу үшін сіз емізулердің арасын ұзарту керексіз. Яғни ол уақыт ұзарған кезде бала сізді күте алу керек. Ол үшін бірнеше техникалар бар. Мысал ретінде сіз ыдыс жуып жатырсыз, бала сізден келіп омырау сұрады. Сіз балаға күте тұр деп түсіндіресіз. Бірақ бұл техниканы сіз аз-аздан бастайсыз. Яғни алғашында 1 минут күтіп үйретесіз, одан кейін 5 минут күтіп үйретесіз, одан кейін 10 минут. Солай балаға ұзағырақ күтуді үйретесіз. Сол кезде сіздің емізулеріңіздің арасы ұзарады. Сол арқылы сіз сирек емізетін боласыз. Сол арқылы сіз физиологиялық тұрғыда өзіңізге де балаңызға да осы процесті жұмсақ өткізе аласыз. Мысал ретінде жаңа айтып кеткендей, сіз посуда жуып тұрсыз, бала омырау сұрады, сіз айтасыз, мына 1 тарелканы жуып алайын, одан кейін саған омырау берем деп түсіндіресіз. Бірақ осы 1 тарелка мысалға жууға 2 минут уақытыңыз кетті ма, жуып болғаннан кейін баланы алдамайсыз,
сіз міндетті түрде балаға барып омырау бересіз. Осыны 2 минут 3 минут күтіп үйреткеннен кейін бала уже түсінеді, мен күте тұрсам маған береді екен деген сияқты. Бірақ сіз бұл уақытты ұзарта бересіз. Келесіде мысалға бала мультфильм сұраса, балаға айтасыз, мен қазір мына нәрсені жасап алайын, одан кейін саған мультфильм қосам. Яғни сіз уже келесіде 5 минут баланы күте тұруды сұрайсыз, 5 минуттан кейін алдамайсыз, барасыз мультфильм қосып бересіз. Деген сияқты сіз ең бірінші балаға күтуді үйретесіз. Сол арқылы емізулердің арасын ұзартып, осылай баланы омыраудан жұмсақ шығаруға болады. Екінші кеңес, ол баланы омыраудан шығармас бұрын бұл сіздің ішкі қалауыңыз ба, немесе сыртқы факторлардың әсері ма, соны анықтап алу. Неге? Өйткені кейбір келіншектер баланы омыраудан шығаруға шешім қабылдайды сыртқы факторлардың әсерінен. Мысалы, енесінің айтқанынан, күйеуінің айтқанынан, немесе құрбыларымның барлығы жұмысқа шығып жатыр, мен де жұмысқа шығайын деген сияқты сыртқы факторлардың әсерінен баланы омыраудан шығаруға шешім қабылдайды, бірақ өзі әйел іштей дайын емес. Сондықтан бұл процесс өте қиын өтеді. Неге? Өйткені әйел омыраудан шығаруды бастайды, бірақ горевание процесінен өтіп жатқан кезде қандай да бір себеп тауып алып баласын емізгісі келеді. Өйткені іштей әйел дайын емес. Одан кейін қайтадан емізіп кетеді, қайтадан омыраудан шығаруға тырысады, қайтадан емізіп кетеді. Яғни ол осындай бесконечный круг болып жалғаса береді. Сондықтан баланы омыраудан шығармас бұрын бұл қаншалықты сіздің ішкі қалауыңыз екенін анықтап алыңыз. Және де қаншалықты сіз өзіңіз дайын екеніңізді анықтауыңыз керек. Ол үшін арнайы тест бар. Ол тестті мен осы видеоның астына жазып қойдым. Егер де баланы омыраудан шығаруға дайындалып жүрген келіншек болсаңыз, міндетті түрде осы видеоның астында описанияға өтіп, осы тесттен өтсеңіз болады. Қыздар, жалпы осы баланы омыраудан жұмсақ шығаруға арналған менің үлкен 2 күндік вебинарым бар. Ол жерде мен қалай баланы омыраудан жұмсақ, стрессіз, балаға да әйелге де жеңіл болу үшін не істеу керек, қандай техникалар жасау керек, толық беремін. Плюс ол жерде біз баланың түнгі ұйқысын реттеуді үйренеміз, және де баланы омыраудан шығармас бұрын бала қалай дұрыс тамақтану керек, соны толығымен түсіндіремін. Неге? Өйткені көбіміз былай ойлаймыз, баланы қазір омыраудан шығарып жіберсе, бала басқа тамақтарды жеп кететін болады деп ойлаймыз. Бірақ олай емес. Керісінше, бала егер де қазір омырауда жүрген бала қандай да бір тамақтарды әлі жемейтін болса, ол омырауды тоқтатқан кезде де ол тамақтарды жемейтін болады. Сондықтан омыраудан шығарар алдында баланы дұрыс тамақтанып, түнгі ұйқысын дұрыстап, сізге, өзіңізге, балаға психологиялық тұрғыда дайындық жасау керексіз. Оның барлығын мен осы 2 күндік вебинарда түсіндіремін. Вебинардың құны бар болғаны 5000 теңге, доступ 3 жылға беріледі. Сондықтан егер де сіз бұл вебинарға қатысып, осы білімдерді алғыңыз келсе, осы видеоның астындағы сілтемеден өтіп сатып алсаңыздар болады. Бүгінгі сіздерге айтқым келгені, қыздар, осы сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Максималды түрде жауап беруге тырысамын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.